Ең алғаш адамның қанын төккен кім? Қабыл. Адам атаның Әбіл Қабыл деген егіз ұлы болды. Әбіл қой бақты, Қабыл егін екті. Бір күні екеуі Құдайға құрбан шалмақ болды. Қабыл көгере бастаған бір десте бидай әкеп, тастың үстіне қойды. Әбіл отарындағы ең семіз қойын Құдай жолына арнады. Бір кезде найзағай ойнап, семіз қойға жай түсті. Ал бидай отта өртенбеді. Ол кезде Құдай құрбанды қабыл алғанын от арқылы білдіретін. Қабылдың ашуы келді. Ашу пайда болғанда Әбіліс жетіп келді. Ол: «Әй Қабыл, Құдай сенен гөрі Әбілді артық көрді. Құрбандығыңды қабыл алмады. Сен пұтқа табынбайсың. Қолың істе болғанмен көңілің күндіз түні бір Аллада. Бірақ бір нәрсені аңғармадың. Құдай пендесін алалаушы. Әлімсақта мені де өзге жаратылыстан алалап, әділетсіз қуып шыққан» деп үздіксіз уәс салды. Әбілісті азғыруына қарсы тұра алмаған Қабыл іштарлығы шыдатпай, інісін таспен ұрып өлтірді.